Барлықтарыңызға сәлем достар, қалайсыздар? Достар, өздеріңіз білетіндей, каналымызда соңғы уақыттарда видеолар шықпай кетті. Белгілі себептерге байланысты әрине. Сол үшін әрине сіздерден кешірім сұраймын, және де алдағы уақытта ондай нәрсе қайталанбайды деп уәде етемін. Әрине видеолар жиі шығып отыратын болады осыдан кейін, Алла қаласа. Және достар, осы қасиетті ораза аяттарыңызды, ниеттеріңізді Алла қабыл етсін. Ал енді достар, енді каналымызға келіп жатқан көрермендер болса, оқырмандар болса, ол кісілерге қош келдіңіздер деп айтамын. Және де бұл каналда таныстырып өтейін. Бұл каналда біз әрине названиедан, яғни атаудан білген шығарсыздар, интернетте ақша табу жолдары, яғни біз интернеттен қалай ақша табу керектігін, не жасау керек, не жасамау керек бастапқы кезде барлығын сіздерге айтатын боламын. Және де бұл осы сайттарды, осы каналда, осы жерде видеода айтылатын сайттардың ссылкаларын бәрі осы видеоның описаниясында болады. Достар, бүгінгі біздің бірінші сайтымыз ONU. Енді егерде қате келіп жатса, английскийге мықты емеспін, комментарияда дұрыс жазсаңыздар болады, айып етпейсіздер. Ал енді достар, бұл жерде біз қалай ақша табамыз, не істеуіміз керек, соның бәрін қазір айтып өтетін боламын. Бұл біздің личный кабинетіміз. Өздеріңіз тіркеле аласыздар деген ойдамын. Мен сіздерге сенемін, ол жағын көрсетпей ақ қояйын. Кәдімгідей атыңызды жазып, email болса email, парольдарыңызды жазып, капчадан өтіп кіресіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Ал енді бұл жерде қалай ақша табу керектігін көрсетейін. Қараңыздар. Бұл жерде добавить заказ, мои заказы дегендер бар. Қазір достар қате кетіп қойған сияқты. Кабинет исполнителя деген бар, яғни формадатель емес, яғни біз бұл жерде жұмыс жасайтын адамбыз. Сондықтан да бұл жерде кабинет заказчика емес, көрдіңіздер ғой, исполнителя дегенге кіреміз. Бұл жерде көптеген конкурстар бар, поиск задач дегенді басасыздар, сіз жұмыс жасауыңыз керек қой. Яғни бізге берілген тапсырмалар болады бұл жерде. Бұл жерде көптеген тапсырмалар бар. Достар, қараңыздар, бұл жерде поиск задач дегенге бассаңыздар, көптеген әртүрлі заданиялар бар. Любой задания бар бұл жерде. Қараңыздар, стать рефералым, біреудің рефералы болуыңыз керек, 20 рубль деп жатыр мына жерде. Инстаграм 50 рубль. Поставить оценку, яғни Яндекс.Маркетте оценка қоюыңызға 8 рубль, өте оңай. Тапсырмалар, қараңыздар, өте көп деген тапсырма бар екен бұл жерде. Посмотреть не меньше 10 минут бойы ютубта видео көруіңіз керек, өте оңай жұмыс. Мысалы, бұл біз үшін 7 рубль аласыздар, ол үшін Telegram бот деп жатыр мінекей, өте көп деген заданиялар бұл жерде бар екен. Подписаться на меня, яғни бір адамның рефералы болуыңыз керек. Мысалы, мына жерде қараңыздар, мына заданиялар, вступить в Telegram канал про заработок дейді. Бұл жерде біз бір Telegram каналға, яғни тіркелуіміз керек. Сол үшін бізге 1 рубль береді. 1 рубльде 2 цент. Көріп тұрғаныңыздар, өте оңай тапсырма. Бұл жерде отчетта қараңыздар, орысша түсінесіздер ғой енді. Қараңыздар, бұл жерде барлығын оқысаңыздар, бұл жерде барлығы өте түсінікті, нақты айтылған. Қараңыздар, выполнить задание деп енді басамыз. Каналға тіркелу дегенді бастық, үстін қарасаңыздар мінекей. Показать текст заданиені көрсету керек. Нельзя отписаться как минимум 2 минут, яғни 2 ай бойы отписаться етуге болмайды, яғни қалу керек ол каналда. Және де отчетқа, яғни телеграм боттарыңызды, телеграм бот емес, кешіріңіздер, телеграмыңызды өзіңіздің осы сайтқа тіркейсіз бірінші очередте. Содан кейін настройка бөлімінде оның бәрі бар, сол жерге барып тіркейсіздер. Содан кейін осы жерде отчет деген, отчетта сіздер өзіңізде не деп жазған, мысалы отчетта мынаны жазыңыздар деген. Ваш ник, сіздің никіңізді және скрин жіберуіңіз керек. Содан кейін екінші очередте бұл қай жерден білгеніңізді жазуыңыз керек дейді. Яғни бұл проект туралы, ONU проекті туралы қай жерден білдіңіз дейді. Осы екеуін жазуыңыз керек. Мінекей достар, қараңыздар, отправить бастық на проверка дейді, на проверке дейді. Яғни біз проверкаға жібердік. Проверкадан өткеннен кейін бұл задание одобрение деген қасында тұрады. Осы жерде болады, мінекей көрдіңіздер. Қараңыздар, менде
оплачено, все оплачено. Яғни мен барлығын орындағанмын және маған ақша шынымен де төлеген. Көрдіңіздер мінекей, ешқандай алдаусыз. Мінекей 20 рубль. Сіздер де бұлай көптеген заданиялар орындап ақша табуларыңызға болады. Және де келесі видеода мен бұл жерден ақша шығарып сіздерге көрсететін боламын. Ал енді біз келесі сайтқа көшейік. Және де біздің келесі сайтымыз көп адамдар білу керек, Rubcoin Pro сайты. Бұл жерде мен сіздерге қазір ақша шығарып көрсететін боламын. Және де қалай жасау керектігін ол жерде де көрсететін боламын. Бірақ бұл сайт туралы отдельный видео бар, арналған осы сайтқа. Сондықтан сол видеоны қарасаңыздар болады, толық танысу үшін. Ал бұл жерде мен сіздерге көп нәрсе айтпаймын, тек ақша шығарып қана көрсететін боламын. Және достар, осы видеоға, яғни осы сайтқа арналған видео, арнайы видео жоғарыда подсказкадан шығатын болады. Осы жерден жоғарыда сол жерден қараңыздар, толық көріңіздер. Түсінбеген болсаңыздар комментарийдан сұрасаңыздар болады. Баста несін айтып кетейін, бұл жерде инвестиция жасайсыз. Бастапқы келген кезде, тіркелген кезде сізге өздері ақша беретін болады. Яғни майнинг болады бұл жерде, өзімен өзі ақша, яғни уақыт өткен сайын ақша жиналып тұрады. Қараңыздар, 15 сағаттан кейін бұл тоқтайды. Содан кейін қайтадан бұны запустить ету керек. Түсіңіздер ол. Ал бұл жерде обменять рубли деген болады. Мінекей қараңыздар. Монетаны рублиге айналдырамыз. Бұл осы жердің монета деген осы жердің бюджет несі жаңағыдай валютасы. Обменять на рубли, яғни рубльге айырбастаймыз. Обмен произведен. Сіздің балансыңыз 120,82 рубль. Ал енді сіздердің көздеріңізше мен шығарып көрсетейін. Заказать выплату дегенді басасыздар. Және де любой нәрсеге шығарсаңыздар болады. Визаға болсын, Яндекс.Теңге, Киви, Payer, WebMoney тағы да басқа. Мен Payerға шығаратын боламын әрине. 1 рубльден бастап шығарылатын болады. Енді қараңыздар, бұл жерде кошелегіңіздің нөмірін жазуыңыз керек. Пример көрсетіп қойған осындай. Мен қазір копировать етіп басасыздар. Мына шетке өзіңіздің неңізді жазасыз, ставить етесіз, кошелегіңіздің нөмірін, сосын заказать дегенде басасыз. Және де мына шетке қараңыздар, менде жаңа выплачено деп шықты ғой. Сіздерге оны көрмей қалдыңыздар. Мінекей 119,86, яғни не ұстап қалды. Комиссия ұстаған екен, кішігіріп комиссия ұстайды екен. Мінекей жаңағына 483 ғана рубль түреді. Осылар 602,99, яғни 602 рубльге көтерілді. Историяны қарасаңыздар, мінекей 119 рубль жаңа ғана түскен. Сағат 5-тен жетіп кеткенде, енді бұл не уақыт қой. Менікі қазір Алматы уақыт, мен басқа уақыттамын, Атыраудың уақытындамын. Қараңыздар, выполнена, яғни орындалған 121 рубль шығардық, 2 рубль комиссия ұстап қалған, достар. Ешқандай да қиындығы жоқ. Мінекей көздеріңізше ақша шығарып көрсеттім сіздерге. Барлығы оңай. Егер де бұл видео туралы, бұл сайт туралы көргіңіз келсе, білгіңіз келсе, жаңа айттым, подсказкадан шығатын болады. Сол видеоны толық қараңыздар, достар. Жақсы достар, онда сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоға дейін, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.